Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге сарымсақ қосылған гренкенің рецептісін ұсынғым келеді. Ол үшін бізге қара нан, сарымсақ және күнбағыс майы қажет. Видеода көрсетілгендей нанды кесіп аламыз. Кейін сарымсақты үккіште немесе осындай арнайы құралмен езіп, үстіне сұйық май қосамыз. Пайда болған осындай массамызды нанымыздың бір жанына жағып, текшелеп бірінің үстіне бірін қоямыз. Нанымызға сарымсақ қосылған массамыз жақсылап сіңуі қажет, сондықтан да 20-25 минутқа қалдырамыз. Духовкаға салар алдында міндетті түрде сарымсақты алып тастаймыз. Сосын 180 градуста 10-15 минут нанымыз қытырлақ болғанша ұстаймыз. Сұйықтаған газ, оның ішінде борщқа міндетті түрде қосымша осындай гренки дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Альбина.